Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Назарларыңызға футболдан Қазақстан Премьер-лигасының кезекті 8-ші тур ойындарына жасаған шолуымызды ұсынамыз. 10 мамыр сенбі күні Петропавл қаласындағы Қарасай стадионында жергілікті Қызылжар командасы Жезқазғандық Ұлытауды қабылдады. Ойынның 12-ші минутында алаң иелері матчтағы есепті ашты. Бұрыштама соққысынан кейін гол салып көзге түскен Қызылжардың черногориялық қорғаушысы Илья Мартинович. Бірінші тайм аяқталар тұста Ұлытау сапындағы тәжірибелі Жасұлан Молдақараев екінші сары қағаз алып алаңнан қуылды. Ұлытау командасы құрамы бір ойыншыға кем болса да 60-ші минутта гол салып есепті теңестірді. Қарсылас қақпасын дәл көздеген Ұлытаудың грузиялық легионері Бека Вачебирадзе. +3-ші минутта Қызылжар жеңісті жұлып кетті. Командаласының әуелетіп көтерген добын баспен соғып гол салған Петропавлдық команданың африкалық легионері Синин Сибаи. Қорытынды есеп 2-1 Қызылжардың жеңісі. Түркістан аренада жергілікті Тұран командасы Атырауды қабылдады. 41-ші минутта Шоқбоз Омаровтың пасын голға айналдырған Абылайхан Жұмабектің салған голы матч тағдырын шешті. Қорытынды есеп 1-0 Түркістандық команданың жеңісі. Астана аренада жергілікті Астана командасы Қостанайлық Тобылды қабылдады. Қостанайлықтар есепті 8-ші минутта ашты. Жасұлан Жұмашевтың пасын шебер пайдаланған Тобылдың мароккалық футболшысы Ахмед Эль-Месауди бірінші голдың авторы атанды. На 8-й минуте забивает он, Ахмед Табола шикарно прошел. Жаслан Жумашев увидел, пропустил. Сигневич развернулся, Месауди немножко затянул, промедлил с ударом. В итоге не Бум, не Бартолец, не... 16-ші минутта Наурызбек Жагоровтың пасын голға айналдырған Тобылдың белоруссиялық футболшысы Николай Сигневич есепті еселеді. Есеп 2-0, құрметті көрермен. Ешкім күтпеген жерден қазір Тобыл командасы бірнеше ойыншыны алдап өткен. Наурызбек Жагоровтың аяғына тұсаулар ешкім болған жоқ, ал бұл жерде Сигневич өзінің аяғына қолмен қойылғандай қылып берген пасты мүлт жібермей қақпаға оғдап білді. Қателік кімнен? Қателік бұл жерде қорғаушы. 36-ші минутта Николай Сигневич матчта дубль рәсімдеді. Субботной позиции, в итоге мяч в воротах. 3-0. Что творит Тобол, друзья? Что творит Мухамеджан Сельсен? Где были вам в тайме? Посмотрите, Чесноков закидывает. Там Месауди ведет борьбу. И после этого Месауди как раз мяч высоко поднял. И там уже Николай Сигневич, я так понимаю. Да, именно он успел в пустые ворота затолкать мяч. Ну как пустые? Там и защитники стояли, Бартолец и Сиси. 87-ші минутта Астана командасы матчта бір гол сала білді. Жұбаныш голының авторы Астананың нигериялық легионері Джеффри Чинеду. Джеффри бьет, в итоге свой гол он забивает примерно похоже забивал, когда Усман Камара оказался в офсайде. Теперь Джеффри пробил с дальней дистанции. Почаще нужно бить, с ударами, как видим, проблем нет. Қорытынды есеп 1-3 Қостанайлық команданың жеңісі. 11 мамыр жексенбі күні Талдықорған қаласында жергілікті Жетісу Көкшетаулық Оқжетпесті қабылдады. Ойынның 26-ші минутында Жетісу футболшыларының қателігін пайдаланып кеткен Дамир Марат сол қапталдан өтіп Дәурен Жұматқа керемет пас шығарады. Ал Дәурен топты қақпаға бағыттап мүлт кетпеді. Дәурен қатарынан 4-ші тур гол салуда, ал жалпы чемпионаттағы 5-ші голын салды. Екі бірдей ортасына кіріп, әдемі пас
бойынша осы Қазақстан Премьер-лигасында 30 минутта алаң иелері есепті теңестірді. Жаслан Қайыркеновтың пасын голға айналдырған Аслан Ахметов болды. Елу 8 минутта Дамир Марат алыстан теуіп гол салып командасын есепте алға шығарды. Наверняка многих удивили, как и этот удар. Как и этот удар сейчас удивил. Здесь начал он смотреть на партнеров, которые не смогли. 74 минутта оқ жетпес тағы да гол салды. Командасының 3-ші голын салған Санжар Сатанов болды. Қорытынды есеп 1-3 көкшетаулық команданың жеңісі. Шымкентте жергілікті Ордабасы командасы Қызылордалық Қайсарды қабылдады. Алаң иелері есепті 18 минутта ашты. Қақпашы қайтарған топты қайта теуіп гол салған Орданың бразилиялық шабуылшысы Эвертон Мораес болды. Ал 33 минутта Қайсардың футболшысы Қарам Сұлтанов өз қақпасына гол салып алып, матчта автогол орын алды. жетпіс 76 минутта Ордабасының молдовалық футболшысы Виктор Мудрак пенальтиден гол салып, есепті 3-0-ге жеткізді. Сексен 4 минутта Ордабасының футболшылары Қайсар қақпашысына қысым көрсетіп, топты тартып алады да гол салып кетеді. Гол авторы Еркебұлан Тұңғышбаев. +3 минутта Ордабасының капитаны Сергей Малый матчқа нүкте қойды. Ол бұрыштамадан көтерілген допты баспен соғып, командасының 5-ші голын салды. Сергей қатарынан 2-ші тур гол салуда. Қорытынды есеп 5-0 Шымкенттік команданың ірі жеңісі. Ақтөбе қаласында жергілікті Ақтөбе командасы Семейлік Елімайды қабылдады. Тартысты өткен бұл кездесудің тағдырын 54 минутта сәтті орындалған айып добы шешті. Оның авторы Әлібек Қасым. Қорытынды есеп 1-0 алаң иелерінің жеңісі. Енді назарларыңызға 8-ші тур ойындарынан кейінгі турнир кестесін ұсынамыз. Турнирлік кестені 20 ұпаймен Алматылық Қайрат командасы жеке дара бастап келеді. Екінші орынға енді 19 ұпаймен Ақтөбе командасы жайғасты, ал Астана 18 ұпаймен 3-ші орында. Осы турда тағы да жеңіліс тапқан Ұлытау командасы 2 ұпаймен кесте соңында қала берді. Қайрат пен жеңіс командаларының арасындағы матч кейінге шегерілген болатын. Сұрмергендер тізімінің басында 6 голмен Астана командасының хорватиялық шабуылшысы Марин Томасов пен Қайрат ойыншысы Дастан Сәтбаев қала берді. Осымен футболдан 2025 жылғы Қазақстан чемпионатының 8-ші тур ойындарына жасаған шолуымыз аяқталды. Чемпионаттың келесі 9-ші тур ойындары 17 және 18 мамыр күндеріне жоспарланған. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.